Бүгінде еліміз дінаралық келісіммен үн қатысудағы құнды тәжірибесімен әлем назарына іліккен көп конфессиялы мемлекет. Тек оңтүстіктің өзінде 11 конфессияға енетін 59 бірлестік жұмыс істеуде. Бірақ осы зайырлылық ұғымының аясында жұмысқа әрекет етіп отырған діни ағымдар да жетіп артылады. Сол теріс ағымдардың әрекетін әшкерлеп, діни тұрақтылықты жетілдіру, ұлт бірлігін сақтау жағы бүгін кең ауқымдағы республикалық конференцияда сөз болды. Жасырып жауырдан жабатоқ қайтеміз, бүгінде түрлі теріс ағымдар ылаңын салып жатыр. Татулығының туы жығылмаған қазақы кейбір шаңырақты ортасына түсіргенде осы діни дүрдаразық. Әкесі Иеговаға кіре қалмадың деп кіжінесе, қызы Кришнаиттардың отымен кіріп күлімен шығады. Ал отбасыдағы жалғыз ұлдың өзі уахабиттің сойылын соғып жүргенін талай рет көз көрді, құлақ естіді. Діни ағымдар дейміз оларды, секталар дейміз. Ол не үшін діни ағымдар дейміз? Ол белгілі бір топтардың өз мақсат мүдделерін жүзеге асыру жолында дінді бұрмалап, адамдарды сенімін, нанымын не арқылы бірінші кезекте адамды баурап алуға болады? Бірінші кезекте діни сенімін, наным арқылы баурап алуға болады. Сондықтан сол адамдарды белгілі бір өздерінің мақсат мүдделеріне жұмылдыру үшін, сол адамдарды тарту үшін дінді негізінде көбірек пайдаланады. Зайырлы мемлекетпіз деп жаһанға жар салған Қазақстан халқының кең пейілін байқаған пысқайлар қоғамда алшаң басып жүр. Кең арқанға тұсау салар кез келді. Теріс ағымдардың арбауында кетіп, оқпанына түсіп кетуден сақтанған жөн. Бұл орайда шетелдік тәжірибенің берері мол. Түркияны мысалға алатын болсақ, Түркияда қалай жасады? Бұлардың жолын кесудің ең бір көркем жолы деп, осы имам Азам Абу Ханифа, имам Матуриди осы мазхабтардың мектептерін көбейтті. Яғни ол медреселер және соларға жағдай жасады. Содан кейін ғалымдардың осы имам Азам осы біздің дәстүрлі мазхабтың ғалымдарын, сауаттыларын басын құрады және солардың санын арттырды. Шара барысында жиналғандар дәстүрлі діндердің қоғамдағы рөлі мен этноконфессияаралық келісімді нығайтуды да әңгіме арқауына айналдырды. Гүлмира Оңласбек, Ролан Рүстемов, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.